Бүгін біз легендарный балды тортты бірге жасайық. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Сливочный масламызды кішкене ертіп, содан кейін үстіне қантты қосамыз. Жұмыртқаларды жарып салып, үстінен 2 ас қасық балды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырып, баяу отта қантымызды ертіп, бір келкі масса жасайтын боламыз. Содан кейін пищевой соданы салып, осылай кішкене көпіріп шығады. Онды електен өткізіп, жақсылап араластырып, дастарханның үстіне ұнды сеуіп, қамырды құйып, қамырды жинастырып, қолымызға жабыспайтындай қылып біріктіреміз. Қамырымыз осындай керемет болып шығады, қолға жабыспайды. Пакетикке салып, тоңазытқышқа қоямыз. Пергаментке домалақ сызықты сызып алып, қамырды кішкене ұн сеуіп, осылай жазатын боламыз. Сәл дөңгелек шеңберден асырып шығарамыз қамырды. Оны содан кейін үстінен окрошка жасап сеуіп шығатын боламыз. Біздің корждарымыз пісіп жатқан кезде кремді жасайық. Жұмсақ сары майға 82% сгущенканы құйып, жақсылап бір келкі масса жасайық. Коржымыз осындай әп-әдемі дайын болып шықты. Осылай оңай алынады. Кішкене суытып алыңыздар. Сөйтіп әрқайсысын арасында 3-4 минутқа пісіріп тез аламыз. Содан кейін осындай кольцомен, домалақ шеңбермен кесіп шығамыз. Сізде болмаса, тарелкамен де домалатқызып кесуге болады. Артық шыққан корждарды сыртына әсемдік үшін үгітіп себетін боламыз. Бәрі дайын болды. Енді тортымызды жинастырайық. Корждың үстіне кремді құйып, жағып шығып, үстінен корж салып, крем кезек-кезек тортымызды жинастырамыз. Міндетті түрде крем жасап атқанда сары майдың үстіне сгущенканы артық құйып жібермеңіз. Видеода көрсетіп тұрғандай, менде сәл сгущенканың артықшылығы байқалып тұр. Креміміз кішкене түйіршіктеніп қалды. Бірақ та ештеме етпейді, ол торттың дәмін бұзбайды. Өте керемет, өте дәмді торт шығады. Қалған корждарды ұсақтап, торттың үстінен сеуіп шығамыз. Мына осындай керемет, өте дәмді торт дайын болды. Сіз де міндетті түрде жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Нағыз шаймен ішетін торттың бірі деп есептеймін. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып қойсаңыз, одан да жұмсарып, өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Алия. Каналымда өте көп жақсы рецепттер бар. Қазақ каналын бірге дамытайық.